Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет, өте дәмді, оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіз. Салатымызға қажетті заттар: қайнатылған тауық төс еті, қайнатылған жұмыртқа, консервіленген осындай жүгері, қияр, салат жапырағы және де татымына қарай тұз қосамыз. Майонез қолданамыз. Алдымен туралатын заттарымызды турап аламыз. Алдымен тауық еттерін турап аламыз. Осындай формада тураймыз. Ұзыншалап. Жұмыртқамызды дәл солай осылай тураймыз, ұзыншалап. Енді қиярымызды тураймыз. Ортасынан қақ бөліп осылай турып шығамыз. Енді салат жапырақтарын тураймыз. Артық жерін алып тастаймыз. Тураған заттарымызды бір ыдысқа салып алдық. Енді үстіне жүгерімізді саламыз. Дәміне қарай тұз, майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей, салатымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Мінекей, салатымыз дайын болды. Құрамы қарапайым, дайындалу жолы өте оңай, жеңіл, дәмді салаттың бірі. Кез келген дастарханға ұсына беруімізге болады. Үйіңізге қонақ келіп қалған жағдайда дәл осы салатты жасауға сіздерге кеңес беремін. Дәмі деген керемет шыққан. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті керемет, қарапайым рецепттер шығады. Каналым ұнап жатса, тіркеліп өтіңіздер.